Армысыздар, Елбес телекомпаниясының эфирінде айтарым бар бағдарламасы студия тізгінде Бекбол Мырзахан. Бүгінгі хабарымызда біз өңірдегі мал қауіпсіздігі мен алдын алу шаралары туралы сөйлесетін боламыз. Осы өңірдегі сауалдарымызға Павлодар облысы ветеринария басқармасының басшысының орынбасары Ғалым Қуатылы жауап беретін болады. Ғалым Мырза, студиямызға қош келдіңіз. Ең бірінші сұраққа тоқталсақ, жалпы Павлодар облысында ірі қара мал аурулары бойынша қазіргі жағдай қалай? Қандай? Ауылда, облыста ірі қара малдың аурулары тіркелген жоқ, аса қауіпті аурулар. Вообще жыл басынан құтыру ауруы тіркелген, оның ішінде 38 ошақтан қазір 16-21 ошақ іс-шаралары бітіп, аяқталып, шектеулер алынды, 17 ошақпен ғана не қалды. Жұмыс жүргізілуде. Қай жерлерде бұл? Баянауыл, Май аудандарында. Баянауыл, Май аудандарында. Ертіс ауданы бар. Ең көбі биыл шыққаны құтыру ауруы ол Баянауыл мен Май ауданында. Бұл неге байланысты сонда? Ол биыл қыстың ауа райының тұрақсыздығына. Жауын жауды, одан кейін суықтар түсті. Түлкілер, қарсақтар өз көріктерін, нелерін тышқан аулайды ғой. Сол тышқан аулауға қиынға түскеннен кейін олар ауылды мекендерге жақындап, ауыл шаруашылығына шабуыл жасап, содан нетті. Біздің ауыл шаруашылық малдары ауырды. Яғни бұл осы қарсақ түлкілердің жұққан ауру болып отыр ғой, сонда? Ол қарсақ түлкіден жұққан ауру. Малдардың өзіне тікелей шабуыл жасай ма, жоқ әлде бір иттермен төбелескеннен кейін деген сияқты сондай жағдайлар болды? Итпен де төбелесіп, малға да тікелей шабуыл жасағандар бар. Малға да тікелей шабуыл жасағаннан кейін. Қораларға кіріп кетіп, Жалпы бұл құтыру ауруларын алдын алу үшін енді жалпы енді дерек анықталды. Енді ары қарай қандай алгоритм? Ондай анықталған жағдайда біз сол малды бірінші бақылауға аламыз, одан мал өлгеннен кейін... Қорадағы бүкіл малды бақылауға аласыздар ғой, иә? Бүкіл малды бақылауға аламыз. Мал өлгеннен кейін оны неге тапсырамыз? Зертханаға тапсырамыз, құтыруды анықтау үшін. Анықтаған жағдайда сол ауылға шектеу салып... Бүтін ауылға шектеу саласыздар, иә? Сол аулаға или жеке тұратын, қыстың күні малдар жеке тұрады ғой, өз қорада. Сол аулаға салынады да, сосын екпе жұмыстарын жүргізеді, қалған бүкіл восприимчий деген бэмпл малға, құтыру ауруына, үй жануарларына екпе жұмыстары жүргізеді. Одан кейін тағы да 60 күн неге аламыз бақылауға. Ақырғы вакцинация күннен кейін, немесе ақырғы поддержу күннен кейін. Содан кейін солардан не алады, зерттеуге сынамалар алады, сол қорадан неден инфекция жоқ жағдайда шектеу шешіледі. Тағы бір еске салып өтсеңіз, қанша дерек анықталды осы құтыру ауруы бойынша? Құтыру ауруы бойынша жыл басынан бері 37 дерек. 37. Оның үшеуі 25 жылдың аяғына болған, қалған 34-ті жыл басынан. Қазір 17-сі бойынша қазір бақылау жасалып жатыр, дұрыс қой? 17-сі бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қалған 20-сы бойынша барлығы аяқталды? Аяқталды, шешілді, шектеулер қойылды. Керемет. Енді тағы бір ауру бар, барлығымыз білеміз, бұл бруцеллез дейтін ауру. Осы туралы айтып өтсеңіз, жалпы деректер анықталған жоқ қой бұл? Биыл басынан біз ол жылда анықталатын жағдай, біз оны қан сынамаларын алып, сонымен белгілейміз. Жыл басынан биыл 527 мың малдан қан алу керекпіз. Биыл алу керекпіз, 527 мың. Соның біз жарты пайызын жасап қойдық, жарты көктемгі жұмысты атқарып қойдық. Ол көктем деген кезде, Ғалым Мырза, көктемде ірі қара төлдейді ғой. Төлдегенде бұның қанын алмау керек деген бір әңгіме бар, бұл дұрыс па? Қазір стратегия бойынша, бруцеллезге қарсы стратегия бойынша қанды 1 жасқа толғаннан кейін бірақ аламыз. 1 жасқа толғаннан кейін. Бұрын бұзаудан да жеке алатын. Қазір ондай нені ал... Жоқ, сиыр ені төлдегеннен кейін біраз уақыттан кейін алу керек қой негізінде, иә? Жоқ, оған қарамайды. Қарамайсыз, иә? Қарамайды. Ол дұрыс мағына емес ол.
ол ұғым дұрыс ұғым емес. Ол сиыр бұзаулы ма ішінде босанған ба айырмашылық. Қан сынамасын алды. Қан бәрібір ол организмде сол қан. Если оның ішінде ол организмге не болса, ағзамда инфекция болса, немесе инфекцияға бейімпал болса, восприимчив болса, ол сынамада көрсетеді. Кейбір жануарлар сол бруцеллез ауру болғаннан кейін бұзауларын нелер тастап кетеді, төлдерін тастай алады. Кейбіреулерін де тастамайды, күйіне жағдайына. Көтеретін мал, ол көтеріп жүре береді. Қан алуға несі жоқ. Біз қан алғаннан кейін оны неге тапсырамыз? Ет өңдейтін жерлерге тапсырамыз. Ет өңдеуге жеген тапсырған кезде 24 сағаттың ішінде еттің нелері қарайып, патологический анатомический изменение болмаса, өзгерістер болмаған жағдайда, оны жеке былай қайта саудаға жіберуге болады. Или анықталған жағдайда оны мероприятияға қабылдайды, горячий копчение неге, переработкаға, глубокий переработкаға, онда 30%-ын үкімет төлейді. Жағдай анықталған жағдайда. Но көбінесе қазір 24 сағаттан кейін ешқандай өзгерістер болған жоқ деп анықтама береді ет өңдеу несі. Но бірақ оны жай өзімізге союға болмайды. Ет өңдеу несіне апарып тапсыру керекпіз. Міндетті түрде мамандармен 24 сағат бақылау керекпіз. Ол еттің нелерін, ішкі бездері нелері қараймаса, ешқандай өзгерістер болмағанда, оны былай свободный продажаға. Бұрын ондай рұқсат еместің, қазір рұқсат берген. Енді қараңыз, осындай жағдайлар бола ма? Адамдар енді осы малдар анықталғаннан кейін мән бермей, малдарын сойып, саудаға өткізіп жіберетін деген жағдайлар бола ма? Ондай болғанда ол былай. Бұл заңмен қудаланады ғой? Қудаланады, оған айыппұл салынады. Қандай? Айыппұлды оны біз 3 айлық мөлшерінде салынады. Ол анықталған жағдайда бізге лаборатория сынама келген кезде бізге келеді, ветинспекция келеді, инспекция оған предписание береді. 15 күн ішінде санитарлық өңдеуге тапсыруға. Оны сол жағдайда тапсырмаған кезінде, или соны біліп тұрып, сойып басқа жаққа сатып жүрген кезде айыппұл салынады. 3 айлық есептік көрсеткіш. 3 айлық көрсеткіш. Керемет. Яғни бұл енді 3 айлық есептік көрсеткіш былайша айтқан кезде енді мұны төлей салам деген сияқты жағдайлар, бірақ дегенмен де бұның салдары арты ауыр жағдайға алып келуі мүмкін ғой. Яғни бұл ауыр елдің малдың етін тұтыну енді бұл енді аса қауіпті. Ол етті тұтыну қауіпті, бірақ ол тұтынғанда ол тағы да екінші жағдай бар. Оған анықтама берілмейді. Ол анықтамасыз тасымалдайды. Жолда ұсталынса тағы да айыппұл салынады. Ол үшін де. Біз анықтама береміз деген жағдайда да ветврач бере алмайды. Қазіргі біздің базамызда справка беретін ИАСУ, ИСЖ деген базада шектеулер қойып тастаған. Сол күні мал шықты ма қан, ол малға уже жазылмайды. Анықтама жазылмайды, блокта тұрады. Яғни вет инспекторлар мына жерде, яғни біздің ветеринарлар сол анау ауру малдың иесіне барып сұрай алады. Міне мал болу керек, бұл қайда деген сияқты. Құжат бойынша бар, бірақ сіз оларды жоқ қылып жібердіңіздер деп. Яғни бұл кез келген жағдайда анықталады ғой, иә? Анықталады. Керемет. Ғалым мырза, келесі сұраққа тоқталсақ, жалпы ірі қараны вакцинациялау туралы айтып берсеңіз. Ірі қара бізде ол Сібір жарасын егеміз. Неге нодулярный дерматит деген құтыру ауруына. Бұл қай уақытта келеді сонда? Нодулярный дерматит нелер шыққанша, сармасалар шыққанша егіледі. Жыл сайын, жыл сайын июньге дейін. Құтыру ауру көктемде, күзде, жастарына қарап. Сібір жарасы көктемде, күзде. Сібір жарасында 6 айға дейін егіледі, 6 айдан кейін тағы да 1 жасында тағы да егіледі. Құтыру ауруы бойынша ол аурулар тіркелген аудандарда бүкіл сол округтың малдары егіледі. Биыл, мысал айтқанда, Майқайын ауылын кентінде шықты ма? Біз келесі жылға Майқайын айын жоспарға қоямыз да, бүкіл Майқайын ауылын
құтыру ауруына қоямыз. Былтыр ошақтар болған аудандарға біз тағы да қосымша не сұрап, екпе сұрап, вакцина сол малда егеміз. Дәл өзіңіз айтқан, енді бір мысал келтіріп өтсеңіз, биыл немесе өткен жыл болды ма осындай жағдайлар? Анықталды, одан кейін барып біз міне соны дәл айтқан сәт майын сияқты оқшауладыңыздар, ектіңіздер деген. Біз анықталған жағдайда биыл нені сауықтық жұмыстарын республика эпизоотияға қарсы отряд жүргізеді. Одан кейін жоспарлық нені біз жүргіземіз. Біз бір жыл жоспарлаймыз. Былтырлар Железинка ауданында көп болған, Ертішкі ауданында. Біз оларға екпе алып, тағы да Баянауылда тоже сол айтып отқан Майқайын Шөптікөлде болған, Шөптікөлдегі егеміз малды. Биыл, иә? Биыл. Биыл Майқайын мен Шөптікөл осы Баянауылдың көп ауылында биыл. Баянауылдың көп ауылын құтырау. Сондықтан Баянауыл ауданы биыл ерекше бақылауда болды. Ерекше бақылауда, және бүкіл малға тағы вакцина сұраймыз. Сұрап, тағы да қосымша күзде егеміз уже. Оған қосып айтарымыз, біз ет көріктілер ғой, бізді сол ауруға әкелетін. Бізге қазір не береді? Біз олардың ет көріктілерін жүретін охотопромнан маршруттан алып, бізге онда брикет береміз қарсақ пен түлкілерге. Ағаштардың іші, сол жүретін мекен жайларға брикет лақтырамыз. Оның ішінде брикет ол вакцинамен. Онда жеген түлкі өзі құтыру ауруымен ауырмайды, но бірақ он является переносчиком, просто будет переносчиком. Ол өздері ауырған жағдайда ол өте қауіпті. Олар көп жерде мекендейді, көп аңдарды, үй жануарларын нетуге мүмкін. Тістеп, жарақат салу мүмкін. Бұлай, они вообще табиғат бойынша олар жай ғана тасымалдаушы болып шығады. Өздері ауырмайды. Сол үшін біз оларға, ол да екпе, бірақ оны ұстап еге алмаймыз ғой. Сол үшін брикетке қосылған нелер жібереміз. Құтыру ауруына қарсы. Биыл бұндай шаралар жасалып отыр ма қазір? Жасалып отыр. Біз оны май, апрель, сәуір айы мен мамыр айының басында күн 5-10 градуста болу керек. Суық. Үй күзде қазан мен қараша айында басында. Яғни жаңағы вакцинацияға оралсақ, бұл жұмыстар тегін, мемлекет тарапынан? Мемлекет тегін. Бүкіл вакцина, бүкіл атқаратын жұмыс мемлекет тарапынан. Керемет. Ғалым мырза, енді облысқа сырттан әкелетін ірі қаралар қалай тексеріледі бізден? Сырттан әкелетін нелер карантинге қойылады. Қанша уақытқа? 30 күндік карантин. Ол сол өңірде шыққан, бізде ветинспекция не береді, тізім береді. Сол өңірде қандай аурулар бұрын тіркелген, сол ауруларға сол жақтан тексереді. Келгеннен кейін біздің жақта да сол ауруларға қайтадан тексереміз. Яғни асыл тұқымды ғой көбінесе әкеледі. Асыл тұқымды әкеледі. Биыл 14 мамырда ғана оған осы жаңа жылдан бастап біздің шекарам жабық болған. 14 мамырда транзитке ғана ашты. Неге жабық болды шекара? Ол Ресей Федерациясында Новосибир, Алтай өңірлерінде не шықты? Ауру шыққан. Қандай ауру шықты? Олар пастереллез деп айтты. Қандай? Пастереллез. Ол қандай ауру? Бізге қарамалдың жұқпалы ауру, бірақ бізге ол айтқанша, ол аусыл деп бірінші айтты, аусыл неткен жоқ, нақтылған жоқ. Одан кейін пастереллез деп айтты. Бізде осы деректер тіркелді ма? Пастереллез. Бізде тіркелген жоқ. Тіркелген жоқ, иә? Біз шекараны жауып тастадық, болды. Жауып тастадық. Бізде оған ұқсас аурулар болды, бірақ ол визикальный гепатит деп бізге, бірақ жай ұқсас аурулары болды, но бізге зертхананың, лабораторияның нақты подтверждениесі болған жоқ ауру деген. Соған ұқсас аурулар болды, бірақ емдеп неттік шығарып алдық. Керемет. Қазір енді шекара ашылды. Шекара 13 мамырда ашылды. Енді қазір транзитке ғана. Да, бізге ашылған жоқ әлі. Бізге әкелуге болмайды. Біздің территориядан өткізуге болады, просто ары қарай Өзбекстанға, Қырғызстанға өтуге болады. Бұлай оның ішінде оның мерзімі бар.
кірген уақытынан шығу уақытына дейін 5 күндік мерзім берген. Шекара қай уақытқа дейін жабық бізде? Қашан мал әкелуге болады мысалы енді? Оны әлі айтқан жоқ. Әлі айтқан жоқ. Комитет тарапынан айтқан жоқ. Ол белгісіз уақытқа дейін жабылды ғой бір сөз айтқан кезде. Уақытша белгісіз. Нақты уақыты жоқ оның жабылатын, ашылатын, то есть. Керемет. Жалғастырсаңыз, алып келінет, жалпы алгоритм айтып жатырмыз ғой. Алып келінет 30 күнге карантинге қойылады, сосын ары қарай. Карантинге қойғаннан кейін бүкіл зертханадан өткен сол сынамалар алынады, сол малдан қан алады, тағы да басқа сынамалар алынады. Ол сынамалар бойынша ешқандай ауру қойылмаған жағдайда сол мал бізге Қазақстанға тіркеледі. Или аурулар анықталған жағдайда ол мал қайтаруға жатады. Кешірім сұраймын, Ғалым мырза, жаңа сіз айтып өтсеңіз, шекара бойынша тағы бір сұрақ туындап отыр менде. Тек қана Ресей Федерациясымен шекара жоқ қой. Мысалға, мен Өзбекстаннан ірі қара алып келгім келсе, алып келе аламын ғой мен қазір. Әлі алып келе алмаймын ба? Толығымен жауып қой бізде. Толығымен жауып. Ешқандай мал алып келуге болмайды бізге, дұрыс қой. Уақытша олай керемет. Сұхбатымызды жалғастырсақ, жалпы заңсыз мал тасымалына тоқталсақ, жаңа өзіңіз айттыңыз, заңмен қудаланады, 3 айлық есептік көрсеткіш берілмейді. Жалпы бұл қаншалықты жиі анықталып жатады осындай жағдайлар? Ол жағдайлар бізде күзде, тағы да көктемде біз рейд жасаймыз. Құзыретті органдармен бірге. Сол кезде көбіне анықталады. Күзде көбінесе соғым кезінде анықталады. Соғым деген не болады? Рейд болады, сол кезде анықталады. Кейбіреулер өз малына келе жатады, но бірақ тасымалдауға не жоқ. Кейбіреу біреудің малына келе жатады дейсіз, иә? Қазіргі көбінесе кішкене тиындалғаны базарда, рыноктарда, магазиндерде оны қабылдай алмайды. Бірінші анықтамасыз қабылдай алмайды. Бірінші ол убойный пунктқа дейін жазылады. Убойный пункттан уже сатушы орынға дейін. Керемет. Келесі сұрақ, енді бізде уақытымыз тығыз болғандықтан әр сұраққа қысқа тоқталып отырмыз ғой. Ғалым мырза, жалпы ветеринария басқармасының жұмысын жеңілдететін заманауи технологиялар мен жобалар бар ма қазір? Жеңілдететін болғанда заманауи технология дегенде біз ол негізі былай айтқанда заманауи технология сол ИСЖ-мізді ретке келтіру. Қазір тағы да андай қосымшалар, мобильный қосымшалар ашылып жатыр. 4 түлік тағы да халық пен ветеринаршының арасында байланыс орнату үшін. Қазір малды сырғалау, например, қара малды 14 күннің ішінде сырғалау, бұзауын сырғалау беру. Яғни түл дегеннен кейін 14 күннің ішінде сырғалану керек. Да. Уже 2 айлық пен бұзауды сырғаласақ, ол 14 күн деп қана көрсетеді. Енді бірақ 4 түліктің бір пайдалы нәрсесі, мал иесі ветврачқа өтінім жіберіп қойған күнде, ол сол өтінім күнмен ғана алынады. Біз әр аулада кім қанша төлдеген білмейміз ғой, үлгермейміз де. Біз уже обработка келген күндері, оның күндері өтіп кетеді, 14 күндері. Біз сосын ойды, менің бұзауым 2 айлық, сен неге 14 күн? Өтінім жасап қойған жағдайда, біз өтінім жасап қойған күнмен неге мүмкіндігіміз бар, 4 түлікпен. Тағы да айтарын, бізде материалды жақсартып жатырмыз. Биылғы ветпункттар салынып жатыр, жаңа ветстанция салынып жатыр облыс бойынша. Қай жерде? Ветстанция мен ветпункттар бүкіл аудандарда. Бүкіл аудандарда? Да. 2 жылға бөлік, осы 20 жылды, 27 жылды бүкіл 27 ветпунктты жұмыстарды жеңілдету үшін ветпункт загоном, қоршауымен мал ұстайтын и обработка өткізетін немен өткізетін. Соны республикадан ақша бөліп, соған етіп отырмыз. Керемет. Ғалым мырза, біздің студиямыздың уақыты өз мәресіне жетті. Біздің енді телеарнамызға арнайы келіп, осындай маңызды сұрақтарға жауап бергеніңізде алғысымызды білдіреміз. Бұл енді өте өзекті мәселе. Әлбетте біздегі сіз айтып отқан Баянауыл ауданындағы құтыр ауруына қатысты жағдай ретке келеді деген ойдамыз. Әлбетте бұл сіздер үшін қолдарыңызда. Сіздерге тек қана сабырлық тілейміз және де күш жігер тілейміз. Телекөрермендер, айтарым бар бағдарламасы осымен тәмам. Әр сейсенбі мен бейсенбі аралығында кешкі 19:00-да өзекті тақырыптарды бірге талқылайық. Айтарларыңыз бар болса хабарласыңыздар. Редакция нөмірі 55 76 40. Амандықта жүздескенше.